Сәлем достар, бүгін біз сәбізді рулет жасайтын боламыз. Бізге керегі 2 дана сәбіз, оны теркадан өткізіп аламыз. Өткізіп болғаннан кейін табамызға сұйық майды құйып, сливочный масло салып, жаңағы теркалаған сәбізімізді саламыз. Кішкене майға қуырып аламыз, қайта-қайта араластырып отырамыз, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Араластырып отырамыз. Одан соң бетін жауып 5 минутқа бақтырып қоямыз. Міне менікі дайын болды. Енді осыны суытамыз. Суығаннан кейін бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Салғаннан кейін тұзын, бұрышын қосамыз. Одан соң 5 жұмыртқасын қосамыз. Сарысынан ақуызын жеке бір ыдысқа бөліп аламыз. Араластырамыз. Одан соң 40 граммдай ұн қосамыз. Ұн көп қосып қоймаңыздар, кішкене салсаңыздар жеткілікті. Одан соң бөліп алған ақуызымызға шым-шым тұз қосып, пена қылдырып көпіртеміз. Әппақ болып керек. Міне менікі әппақ болды, дайын болды. Енді осыны 2 рет бөліп салып отырып араластырып аламыз. Міне дайын болды. Енді пергаменттің бетін кішкене майлап, үстіне құямыз осы. Жан-жағын түзеп, 4 бұрышты форма жасаймыз. Енді духовкаға пісіріп аламыз. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Пісіп жатқанда начинкасын дайындаймыз. 2-3 қасық майонез, 1 зубчик чеснокты теркадан өткіземіз, ұсақтаймыз. Одан соң укропымызды саламыз. Свежий укроп салуға болады, свежий укроппен өте дәмді болады. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Міне сәбізді рулетіміз де дайын болды. Енді осы начинкамызды жағып шығамыз. Менің каналыма жазылып, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Әртүрлі рецепттер түсіремін. Жаққаннан кейін рулет құсатып, орап шығамыз. Пищевой пленкаға орап қойып, 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бір сағаттан соң алып шықтым.
өте күшті, өте дәмді болып шықты. Тәбет ашады. Тамақпен бірге қосып жеуге ыңғайлы. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.